Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде қазақ тілі пәні бойынша 3-ші сыныптың 79-ші сабағы. Тақырыбы зат есімнің тәуелденуі. Ендеше сабағымызды бастайық. 52-ші тапсырма. Текемет туралы мәтіндерді оқы. Текемет бетіне түрлі түсті ою-өрнек басылған үй жиһазы. Бұл төсеніш түрлі күрделі сатылардан тұратын пісіру әдісімен дайындалады. Жуылып түтілген жүнді жайып, оның үстіне басқа түстерге боялған жүннен өрнек салады. Содан кейін оны суға пісіріп бастыруға кіріседі. Текемет басу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр. Текемет. Біреуі жүн жаймалап, біреуі су себеді. Енді бірі шиге орап, жабылып бәрі төбеді. Ыстық су құйып үстіне қатайсын деп қарпиды. Шықты киіз пісті де сыннан өтіп сан қилы. Оразған асқар. Екі мәтіннің жанрын анықта. Көркем мәтін немесе ғылыми-танымдық мәтін. Текемет туралы мәтін ғылыми-танымдық мәтін болып табылады, ал текемет туралы өлең көркем мәтін болып табылады. Олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Текемет қай мәтінде нақты, қай мәтінде бейнелі сипатталған. Ұқсастығы екеуі де текемет жайлы айтылған. Айырмашылығы біреуі ғылыми-танымдық мәтін, екіншісі көркем мәтін. Келесі 53-ші тапсырма. Оқы. Түбір сөздерді тәуелденген сөздермен салыстыр. Білек, білегім. Бұл жерде білек дегенде к сөзі г сөзіне айналып, жалғау жалғанған. Аспап, аспабым. Аспапта п жалғауы б-ға ауысып, жалғау жалғанған. Моншақ, моншағым. Тарақ, тарағы. Халық, халқы. Бұл жерде халық деген сөзде әрпі түсіп қалып, соңына жалғанады, халқы болады. Әріп, әрпім. Бұл жерде де әрпі түсіп, жалғау жалғанады. Бір сөздер тәуелденгенде қандай өзгеріс байқадың? Бұл сөздердің жазылуын есте сақта дейді. Тәуелдік жалғау жалғанғанда түбір сөздің соңындағы қатаң ба, к, қ дыбыстары ұянға өзгереді. Доп, добы, жүрек, жүрегі, қалақ, қалағы. Тәуелдік жалғау жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Мысалы, халық, халқы, әріп, әрпі. Осы тәуелденген сөздермен сөйлем құрастырып айтып көр. Арманның добы үлкен, Әлияның жүрегі кең, қазақ халқы өте білімді. Келесі 54-ші тапсырма. Жақшадағы сөздерге тиісті тәуелдік жалғауын жалғап жаз. Біздің халық бақытты. Бұл жерде біздің халқымыз бақытты болады. Сенің дауыс естілмейді. Сенің дауысың естілмейді. Үшінші, менің уақыт болмады. Бұл жерде менің уақытым болмады. Уақытым дегенге жалғау жалғанды. Мемлекеттің мүлік шашпа. Мемлекеттің мүлкін шашпа. Ораз ерін жыбырлатты. Ораз ерінін жыбырлатты. Келесі 55-ші тапсырма. Суреттің және тірек сөздердің көмегімен ісмер тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Тақырып ісмер. Тірек сөздер тұскиіз, бөлме, қабырғасын сәндеу, ұлттық жиһаз, ісмер, түсті жіп, кестелеу, ұсақ моншақтар, алтын зерлі жіп, өрнек, сән беру. Құрастырылған мәтіннің тәуелдеуі сөздері тауып асынсыз. Ісмер. Менің әжем ісмер. Оның әдемі тұскиіз тігіп, бөлме қабырғасын сәндейді. Тұскиіз тігерде сән беру үшін өрнек салып, қызыл түсті жіп қолданады. Ортасына ұсақ моншақтармен әрлеп, алтын зерлі жіппен тігеді. Тұскиіз бұл ұлттық жиһаз. Осымен тапсырмалар аяқталды, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.